Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар? Баршаңызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Мен Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмір 123 мектеп гимназиясының жас журналист үйірмесінің корреспонденті Сәуетханқызы Іңкәр боламын. Менің елім жобасы бойынша репортаж түсіргелі келдік. Бүгін 5 желтоқсан. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, осы алаңда дәл осы желтоқсан айының 17-18 желтоқсанда жас студенттер алаңға шығып, өздерінің елі үшін, еркіндік пен тәуелсіздігі үшін бастарын өлімге де тікті. Міне, сол оқиғадан кейін 36 жыл шамасы да өтіп кетті. Мына қойылған монумент, ескерткіштер сол оқиғаны еске түсіреді. Содан бері тәуелсіздігімізді алып, іргелі ел болып, көк туымызды желбірегеніне де 31 жылдан асып барады. Қазіргі таңда әр қазақстандықтың көкейін кесіп тұрған мәселе ол еліміздің ертеңі. Міне, осындай жағдай бойынша сауалнама сұрақтарға жауап іздеу үшін келдік. Сәлем достар. Менің есімім Іңкәр. Менің елім атты репортаж жүргізіп жатыр едім. Сіздерге бір сұрақ қойсам. Қандай? Еліміздің өркендеуі үшін не істеуіміз керек деп ойлайсыздар? Еліміздің өркендеуі үшін енді қазіргі таңда еліміздегі жастарды қолға алуымыз керек деген ойдамын. Қазіргі таңда жастарға ешқандай условия жасалмаған, яғни олар жұмыстың жоқтығынан, яғни өз мамандығын бітіріп жұмыссыз жоқ болғаннан кейін амал жоқтан шетелге кетіп, шетелде бөтен елге яғни жұмыс істеп жүр. Және біздің еліміздегі тамыры тараған коррупцияны алсақ болады. Және де сол коррупция және жоғарыдағы ағамыздардың өзінің туған туыстарын жұмысқа алу, яғни елімізде білімсіздік және де коррупция кең тарап, осы күнге дейін Қазақстанымыз әлі дамып келе жатқан елдердің қатарында деп санаймын. Рахмет жауабыңызға. Ал сіз? Ал мені алаңдататын мәселе ол біздің ана тіліміз. Жалпы осы үкімет басында, жалпы осы басқару жүйесінде орыс тілді азаматтардың отырғаны қарапайым халықтың және менің ызамды келтіреді. Негізі басқару жүйесіне осы басшылық орындарға жаңағы өзінің ана тілін білмейтін азаматтар мен азаматшыларды қоюға болмайды деп санаймын. Осы өзінің ана тілін білмеген адамдар, ол өзінің ана тілін қадірлемеген адамдар. Ал өзінің ана тілін қадірлемесе, демек ол өзінің еліне, халқына да жаны ашымайды. Сондықтан еліміздің болашағы жарқын болу үшін осы мәселеге басыңыздар аударуымыз қажет деп санаймын. Жауаптарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, жолдарыңыз болсын. Сәлеметсіз ағай. Кешіріңіз. Мен атым Іңкәр болады, мен жас журналистпін. Бір сұраққа жауап беруге кетсеңіз, айбетпен сөйлеңіз. Қоя ғой, қандай сұрақ? Қазіргі таңда қазақ елін бір мәселе алаңдатады. Мысалға, еліміздің өркендеуі үшін не керек деп ойлайсыз? Енді ыңғайсыз екен топай астынан қойылған сұраққа. Енді былай қарасақ, бізде қазір Қазақстанда идеология жоқ. Соны қалпына келтіру керек. Сонымен қатар мына патриоттық сананы, ұлттық сананы қалпына келтірсе, ол жақсы болар еді. Мына тарихты қарасақ, ата-бабадан келе жатқан біздің бала тәрбиесіне көп көңіл бөлген, соның бәрін жоғалтып алдық. Оның өзі мына орыстардың енуі, сонымен қатар батыстың мәдениетінің кіруі, біздің ғасырлар бойы келе жатқан әдет ғұрып бала тәрбиесін осын жоғалттық. Міне сол қиын болып тұр. Мысалы, мынандай нәрсе айтайыншы, бала тәрбиесі бойынша қалай көркейту керек дейсіздер? Қазақта мүшел жас деген бар. Мысалы, сол мүшел жаста былай дейді баланы тәрбиелеу үшін. Егер де бала 5 жасқа дейін оны еркелетіп өсіру керек. Бесік жырымен, батырлар жырымен, аңыз әңгімелермен еркелетсек дұрыс болады. Ал кейін 5 жастан кейін оны 13 жасқа дейін тоқтатпай жұмсап, сонымен қатар білімге, еңбекке, білімге, кітапқа, оқуға талпындыру керек. Міне сонда 13 жасқа келген бала ары қарай білім ғылымды өзі алып кетеді. Қызық екен. Бұны қазіргі таңда енгізу мүмкін деп ойлайсыз ба? Оған мынандай мысал келтірейін. Мысалы, Жапония елін алатын болсақ, Жапония елінде кішкентай баланы 5-ші сынып оқығанша өзінің ұлттық тілімен, салт дәстүр, әдет ғұрыптарымен, өздерінің тарихымен әбден сусындап өсіреді. Ондай бала өзінің еліне патриот, фанат болады. Ал кейін 5-ші класстан кейін олар басқа тілдерді енгізе бастайды. Міне жаңағы Жапонияның патриотизмі міне осыдан шығып отыр. Рахмет жауабыңызға. Керемет жауап болды деп ойлаймын. Сау болыңыз, жолыңыз болсын. Жақсы, Іңкәр, сау бола ғой. Қазақ негізі дана халық. Бұндай дүние қалай уландырмайды? Алаш азаматтары, Ыбырай, Бауыржан аталарымызда осындай ұлттық тәрбиемен өскен екен ғой.
Сәлеметсіз, кешіріңіз. Менің атым Іңкәр болады. Мен менің елім атты репортаж жүргізіп жатырмын. Bir сұраққа жауап бере кетсеңіз. Қазақстанды өркейту үшін не істеуіміз керек? Қазақстанды өркейту үшін енді бұл жерде бүкіл системаны өзгерту керек деп ойлаймын. Және де жаңа реформалар керек. Былай қарасам, мен оқуларда, байқасаңыздар, Қазақстанда оқуларда пара алу бар. Сол пара алуды тоқтату, жою қажет, мүлдем жою қажет. Менің өзі ағам Мәскеуде оқып келген, Ресейде. Ағамның айтуы бойынша Ресейде мұғалімдер сабақты жоғары дәрежеде береді. Және де ол жерде мүлде пара алу деген жоқ. Және былай қарасаң, олардың системасы жақсы қалыптасқанда. Енді былай қарасаң, ол жерде оларда талпынысы бар оқуға деген. Және де Өздері үшін оқиды, иә, өздері үшін оқиды. Оқымайтын болса, шығарып жібереді екен оқудан. Сол үшін білім беру негіздерін қалыптасқан. Соны бізде де күшейту керек деп ойлаймын, Қазақстанда да. Рахмет жауабыңызға. Сау болыңыз. Жолыңыз болсын. Сәлем бердік достар. Менің есімім Іңкәр. Менің елім атты репортаж түсіріп жатқан едім. Сіздерге бір сұрақ қойсам бола ма? Еліміздің өркендеуі үшін не істеуіміз керек? Қалай ойлайсыздар? Менің ойымша қазақи фильмдерді көп түсіру қажетпіз. Және де балаларға арналған мультфильмдерді біз қызығырақ етіп, олардың форматын жаңартсақ, қазіргі заманның балалары қазақи мультфильмдерді көбірек көреді деген ойдамын. Бірақ бізде қазіргі уақытта Ресей халқының балаларға арналған мультфильмдері өте көп, бірақ олардың түп мағынасы жоқ деп ойлаймын. Ол жерде керісінше балалардың санасы улайтын дүние көп. Біз соны сақтануға қажетпіз. Және де TikTok-тағы басқа да бағдарламалар, олар қазақи тәрбиеге қарсы дүние болып саналады. Тағы да айта кететін болсам, біз деген шет елдердің зорлық-зомбылық көрсететін фильмдерін, оларды біздің елде көрсетпеуге рұқсат бермеу керекпіз. Себебі олар қазіргі өсіп келе жатқан жасөспірім балалардың психикасын, сана сезімін бұзады деп ойлаймын. Ал тағы да айта кететін болсақ, біз деген қазір балалардың тәрбиесіне қарата көп көңіл бөлу керекпіз. Деп ойлаймын. Рахмет жауабыңызға. Ал сіз? Сәлеметсіз. Менің есімім Мейрамбек. Енді мен айтсам, мысалы 2030 стратегияны алайық. 2030-ға жаңа стратегия қойды ғой. Біз 2030-ға дейін ғалымдардың есептеуі бойынша біз мұнайдың арқылы өмір сүреміз. Енді 2030-ға дейін біз өзіміздің экспорт заттарымызды шығарып, кішкене болашаққа жолымызды ашуымыз керек, дұрыс. Екіншіден, қазіргі кезде тендер деген дүние бар, сол тендерді құртып, біз өз ақшаларымызды ауыл шаруашылығына құюымыз керек. Яғни қазіргі кезде ауыл шаруашылығына, мысалы өздеріңіз естіп жүргенде апорт, білесіздер ма? Апорт алмасы, тағы да басқа заттар шығып жатыр. Енді қазіргі кезде, мысалы КСРО кезінде біз Қазақстанда қант қызылшасы бірінші орында болған. Енді ол 100%. Енді қазір оны қолданылмай, тек қана 5% қана қолданып жүр. Енді сол 5%-ті наоборот біз соны күшейтіп, неге оны экспорт заттарына шығармауға? Енді қазіргі кезде көптеген заттар көп, оларды қолдану керек. Айтармыз. Өте дұрыс айтасыздар. Жауаптарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, жолдарыңыз болсын. Міне, құрметті қазақстандықтар, қазіргі таңда еліміздің болашағы жастардың қолында деп президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айта өткен. Жастарға арнап жаңа реформалар, ауқымды жобалар қарастырылуда. Отанымыз елу мықты елдің қатарына кіріп, ғылымы тұрақты, экономикасы дамыған қуатты елге айналайық. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған жас журналист үйірмесінің корреспонденті Сәйітханқызы Іңкәр. Сау саламатта болыңыздар.